Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей DJP арнасы. Бастапқыда түсінулеріңіз үшін айта кетейін, Хаширама мен Мадара достасты. Олар бірге жасырын жапырақ ауылын құрды. Мадара Учиха руының басшысы, ол әлі жаман болып үлгерген жоқ. Мадарамен аяқтадық, ал енді Акацкиға көшейік. Акацки тобы өздерінің болашаққа деген жоспарларын құрып жатты, Обитодан басқалары. Яғни ол бір-екі тірліктермен кетіп қалды. Мадара жақсы, ал Акацкида Обито жоқ. Ал ендеше Мадара Акацкиға қарсы сюжетімізді бастайық. Мадара Канохада серуендеп жүрген кезде ол бірден жоқ болып кетті. Иә, оның қалай болашаққа тап болғаны ұзақ қылып созып айтпағанды жөн көрдім. Сондықтан сіздердің рұқсаттарыңызбен ары қарай жалғастырайын. Солайша Мадара өзіне не болғанын түсінген жоқ, және ол бір түрлі жерде пайда болды. Ол жерге түскен кезде жамандық болу мүмкін деп өзінің Сусаносын қосады. Яғни оны жаулар күтіп отыру мүмкін. Ол жерге түскеннен кейін жан-жақтың бәрін қарап зерттей бастады. Сырттан қарасам, бұл жасырын жапырақ ауылы сияқты. Содан соң Мадара ағаштың үстіне секіріп жан-жақты қарай бастады. Нақты білмеймін. Мен қайдамын? Мадараның қасында Акацкидің апанының бірі болды, және олар біреудің келгенін байқады. Өте мықты біреудің келгенін. Олар бейтаныс қонақтың кім екенін көру үшін сыртқа шықты. Мадара оларды байқап бірден шаринганын қосты. Оның көзін көрген кезде Акацки адамдары таң қалды, және Мадараны көргеннен кейін кейбіреулер оны танымады, ал кейбіреулер оны көріп қатты таң қалды. Бұл көздер. Ол Учиха руының адамы, бірақ мен оны Канохадан ешқашан көрмедім. Пайн Мадараға қарап былай айтты. Сен кімсің, бейтаныс адам? Мен Учиха Мадара, жасырын жапырақ ауылының тұрғыны. Пайн Итачи Конан бұны естіген кезде қатты таң қалды. Не деп сандырақтап тұрсың? Учиха Мадара біраз жылдар бұрын қаза болды. Бұл сандырақ болып көрінетін шығар, бірақ бұл Мадараның өзі. Шашы, чакрасы, дауысы бәрі келіп тұр. Біраз жылдар бұрын қаза болдым? Сонда мен болашаққа түсіп кеттім ғой, қызық екен. Менің жолым болды. Ұлы Жашинаға құрбан іздеп жүрген едім, алдымнан шықты. Сенің Жашинаңа күте тұруға тура келеді, Хидан. Не үшін күте тұру керек? Біздің алдымызда тарихтағы ең мықты Учиха. Сол уақытта Мадара оларға қарап, олардың кім екенін түсінуге тырысып жатыр. Олардың кейбіреулері мені біледі, ал кейбіреулері білмейді. Қызық екен. Ең мықты Учиха? Итачи олардың бәрін қырып тастаған шығар деп ойлап едім. Мадара бұны естіп қатты таң қалды. Учиха руын түгел қырып тастады? Менің руымды қыралатын шиноби әлі туылған жоқ. Сенің не үшін шашың ұзын? Қатындарға ұқсағың келіп жүр ме? Ал сенің неге тілің ұзын? Шалғыңмен емес, тіліңмен шөп өріп жүрсің бе? Ешек, дух жұтып алғансың ба? Кәне, менің алдыма кел де осыны қайтала. Сабыр сақта, Хидан. Мадара әрқайсының бетіне қарап оларды зерттеп шығады, және олардың маңдайындағы таңбаларының сызылғанын көреді. Сызылған таңбаларына қарап, олардың ауылдарын сатып кеткендерін түсінеді. Яғни олар қашқындар мен сатқындар. Мадараны тағы бір зат мазалады. Пайнның көзіндегі Рененган. Күмәнім жоқ, бұл Рененган. Жаңбыр ауылының шинобинде бұл көздер не істеп жүр? Учиха руының қырылып қалғаны Мадараны әлі уайымдатып тұр. Ол Итачиға қарап, оның Учиха екенін түсінді. Итачи деген сен сияқтысың. Мен сенен шаринганды сезіп тұрмын. Иә, мен Учиха руынанмын. Мен қайда екенімді және сендердің кім екендеріңді білмеймін. Бірақ сызылған таңбаларыңа қарап түсінуге болады. Сендер сатқындарсыңдар. Сондықтан менімен бірге барасыңдар. Зетсу Мадараға қарап, өзі білетін Мадара емес екенін түсінді. Нағыз Мадараға өз руластары үшін бәрі бір еді. Ол бірден Обитоны іздеуге шықты. Пайн Мадараға қарап былай айтады. Мадара болсаң да, өзіңе көп алып тұрсың. Менімен бірге барасыңдар? Сілімтік, сенің шаруаң бітті. Осылай айтып, Хидан Мадараға шабуыл жасайды. Мадара тіпті қасында қимылдатпады. Ол Хиданның мойнын қысып ұстап алады. Мына шабуылдарыңмен тышқанды да өлтіре алмайсың. Мадара осылай айтса да, ол босаңсымады. Ол әрқайсына қарап тұрды, және Хиданның қимылдарына да. Жылдамдығы өте төмен, арақашықтықты да сақтамайды, және ойланбай шабуыл жасайды. Егер бұл сілімтіктің қолынан келетін осы болса, одан қорқудың қажеті жоқ. Бірақ та, ол өзінің әдістерін көрсеткен жоқ, және соншалықты ақымақ болып шабуыл жасайды деп ойламаймын. Ол бір нәрсені жасыруда. Какузо оның сол жағынан пайда болып оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ ең мықты Учиха одан қорғанып қалып, оның да мойнынан қысып ұстап алады. Қалған Акацки оның жылдамдығы мен күшіне таң қалады. Мынау сәл жылдамырақ екен, бірақ алдыңғысына қарағанда айырмашылығы жоқ. Мен олардың шабуылдарынан шаринганды қолданбай қорғана аламын. Бұл жақсы. Мадара күлімсіреп Хидан мен Какузоға қарап былай айтады. Осы ғана ма? Менің көңіл күйім түсіп кетті. Егер ары қарай осылай жалғасатын болса, бұл тым қызықсыз болады. Мадара іште ойланды. Бірақ бұл да өз әдістерін қолданған жоқ.
қызық екен. Жеткілікті, оған қарсы асықпаудың қажеті жоқ. Сасори үстіндегі қуыршақты шешіп тастап 100 қуыршақ пен Казыкагені шақырады. Түсінікті, бұл қуыршақ басқарушы. Какузу қолын ұзартып Мадараның бетінен ұрады және солай өзін босатады. Хидан да босап шыққысы келеді, бірақ Мадара уақыт жоғалтпай екіншісінің мойнын қатты қысып, оның жүрегін тесіп тастайды. Солайша Хидан жерге құлайды. Біреуі дайын, енді сендер. Хидан байқатпай Мадараға шабуыл жасайды. Мадара оны өлтіргеніне қатты сенімді болады және бұған қатты таңғалады. Бірақ Мадара өте жылдам болғандықтан, ал Хидан ең баяу болғандықтан оның шабуылынан қорғанып үлгереді. Және оның ішінен теуіп, ішін тесіп тастайды. Мен оның жүрегін тесіп тастадым. Ол не үшін әлі тірі? Хидан маған енді жаңадан жүрек керек деп қатты айғайлап жатты. Мадара бұған қарап, бір нәрсені түсінді. Ауырсынуды сезеді, бірақ өлмейді. Өте қызық. Пейн, біз не істейміз? Түсінікті емес пе? Біз оны өлтіруіміз керек. Сол уақытта Зетсу Обитоға бара жатыр, бәрін айту үшін. Акацки, күштеріңді аямаңдар. Алдыларыңда ең мықты Учиха. Сасори өзін қуыршақтармен шабуыл жасайды, бірақ Мадараға қуыршақтарына бәрі бір. Ол олармен билеп жүріп көзін жояды. Болашақ шинобилердің қолынан келетін осы ғана ма? Менің көңілім түсіп кетті. Какузу су және найзағай элементімен Мадараны тоқтатуға тырысады, ал Мадара болса оның әдістерін түсініп алады. Түсінікті, оның біртүрлі құбыжықтары 5 элементті қолданылады, ал өзі болса жіптер арқылы алдыға қарай созыла алады. Кисаме Мадараға Самихадамен шабуыл жасайды. Мадара қорғаныс қойып үлгереді, бірақ денесінен чакра кетіп бара жатқанын сезеді. Сіз өте қызықты қарсылассыз, Мадара-сан. Оның қылышы чакра сорады. Күмәнім жоқ. Ол тұманның 7 семсершісінің бірі. Мадара Кисамен аяқпен теуіп ұшырып жібереді. Дейдар аспаннан Мадараға қарай бомбаларын жаудырады. Әрине, бұл соққылардан қашу өте оңай. Бірақ олар бәрі бірігіп шабуыл жасай берсе, бұл қиындыққа соғады. Мадара Акацки қарап ойланып тұрады. Қуыршақ басқарушы, ажалсыздар, және тұманның 7 семсершісінің бірі, және бомба лақтырушы. Бұл өте қызық. Бірақ әлі Итачи мен Рененган басқарушысы қалды. Олар өз күштерін көрсеткен жоқ. Маған олардың күшін көру керек. Шайқасқа жоспар құруым үшін. Мадара Пейнға шабуыл жасайды, себебі оған оның көздері қатты қызық. Бірақ Пейн Шинратын Сэй қолданып Мадараны ұшырып жібереді. Неткен мықты күш. Абай болуым керек. Мадара оған қайтадан шабуыл жасайды, және оның тағы Шинратын Сэй қолданғанын күтеді. Пейн тағы Шинратын Сэйді қолданған кезде Мадара артқа қарай секіреді, оның соққысынан қашу үшін. Пейннің шабуыл уақыты біткеннен кейін Мадара қайтадан шабуылға қарай ұшады. Дәл болжағанымдай, бұл әдісті қайтадан қолдану үшін уақыт керек. Қалыпқа келу үшін. Мадара Пейнға жетуіне сәл қалып еді, бірақ оны Итачи тоқтатады, оның қолынан теуіп. Итачи оның шабуылын тоқтатқанмен артқа қарай шегінбеді. Екеуі де шарингандарын қолданып жақын шайқаста шайқасып бастады. Бірақ Мадара жылдамырақ болып шығып, Итачидің ішінен теуіп, оны қабырғаға жабыстырып тастайды. Бірақ Итачи ешқандай жарақат алмады. Ауыр жарақат алмас үшін ол Сусаносымен қорғанып қалды. Түсінікті, сенде Мангёку шаринган бар. Акацкидің бәрі бірге жиналып алып болған шабуыл жасамақшы болды. Берілгенің дұрыс болады. Бәрімізді бірдей жеңе алмайсың. Олай менің күлкімді келтірме. Егер расында да солай ойласаң, саған нағыз күшімді көрсетемін. Мадара өте күшті жылдамдықпен Акацки адамдарына шабуыл жасайды. Кисаме қорғанысқа тұрып Самихадасын қолданады, бірақ Самихадасымен бірге бір теуіп оны ұшырып жібереді. Хидан оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ Мадара оны тіпті менсінбейді де. Пейн Мадараны өзіне қарай тартып оны тоқтатады. Итереді және тартып алады. Түсінікті. Мадара қорғану үшін Сусаноны қолданады, және Кисаме де оған шабуыл жасайды, және Сусаноның кейбір бөліктерін жұтып алады. Пейн оған тағы шабуыл жасайын деп жатқан кезде, оларды біреу тоқтатады. Жеткілікті, шайқасты тоқтатыңдар. Мына дауыс. Дәл менің даусым сияқты. Акацки мен Мадара шайқасуды тоқтатты. Мадара оның бетпердесінен шаринганды көреді. Сен кімсің өзі? Мен, бұл сен Мадара. Мадара бұны естігеннен кейін қатты таңғалады. Обито оған генжитсу арқылы бәрін түсіндіргісі келеді, бірақ Мадара оған сенбейді. Нагата Пейндерді жақсы басқару үшін олардың қасына жақындайды, бірақ ол өзін көрсетпейді. Конан да оның қасында. Бұл шайқастың ешқандай мағынасы жоқ. Уақыты келген кезде сен бәрін түсінесің. Сәлемтек, менің даусыммен сөйлеуіңді доғар. Ашуыма тиіп жатырсың. Мен бұған сенеді деп ойлайсың ба? Осылай сөйлесіп жатқан кезде Мадара тағы да сол біртүрлі нәрсені сезеді. Тағы да сол сезім. Мадара тағы да уақыт кеңістігінен ауысып жатқанын біледі, бірақ осы жолы Акацки олмен бірге. Барлық Акацки және Нагата Мадара ескі ғимаратта пайда болады. Осы жолы енді қайда пайда болдық? Мадара және Акацки біреулердің бар екенін сезді және артына қарап отырған адамдарды байқады.
Бәрі дәл айтылғандай, киімдерінде қызыл бұлттың суреті бар адамдар біздің әлемге кіріп келеді. Акацкидің көз алдында генерал Рёдан отырады, яғни өрмекшілер тобы, Хисокамен қосқанда. Қызыл бұлтты киім, ол бізді айтып тұрма? Бұның бәрін шеттен бір адам бақылап тұрды. Қызық, осы жолы не істейді екенсіңдер? Достар, сіздерге керемет жаңалық. Аниме ғой 667-нің жаңа арнасы ашылды. Қысқа нұсқа деген. Осы арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойып. Өйткені алдыда керемет видеолар шығатын болады. Және де әр видеосына кіріп комментариясына жебелікпін деп жазып кетіңіз. Каналдың сілтемесі астыда болады. Мадара және Акацки генерал Рёданға қарап тұр. Воген шыдамсызданып тұр. Өйткені ол өзге элементтердің күшін тезірек көргісі келеді. Хидан алдыға шығып былай айтады. Ей, сілімтіктер, секіріп тұрсыңдар ма? 1 минутта бастарыңды жұлып аламын. Егер қолыңнан келсе, менен баста. Куроро Вогенді тоқтатып былай айтады. Сен біздің басымызды қалай жыласың? Қазірдің өзінде өлік болсаң. Хиданның денелері ақырындап жоғала бастайды, бірақ та қан жоқ. Мадара мен Итачи шарингандарын оятты, артық шабуылдан қашу үшін. Хидан өзіне не болып жатқанын түсінбейді. Ей, сен, маған не істедің? Менің ағзаларым қайда? Куроро өз кітабын жапты. Сол кезде Хиданның денесі жан-жаққа шашылып кашаға айналды. Акацки қатты таңғалды, бірақ Мадара, Итачи, Пейн, Обито не болғанын көре алды. Өздерінің көздерінің арқасында. Бөлмеде екі елес балық жүрді. Хиданның денесін үзіп жеп жүрген. Бірақ Акацки мен Мадара оған араласпады, себебі Хиданға ештеңке болмайтынын білді. Осылайша Акацки жауларын зерттеді. Хидан көрмеген сияқты. Оны балықтар қалай тістегенін. Мен де ештеңке байқамадым. Не айтып тұрсың? Мен бәрін көрді. Мадара түсінді, көзінде күші барлардың бәрі осы әлемдегі заттарды көре алады. Пейннің бір денесі Хиданның денесіне қарай жақындады, және де ол тозақ патшасын шақырды. Тозақ патшасы Хиданнан қалған заттарды жұтты. Хиданға жасап жатқан затты Рёдан байқады, бірақ оған аса мән берген жоқ. Хидан өліп қалған, оған не көмектесе алады деп ойлады. Бірақ бәрін таңғалдырғаны Хидан пайда болды. Ол тірі әрі ештеңке болмаған. Хей, шаш әдемі жігіт, сен бұны қалай істедің? Оданша сен айт. Қалай тірі қалдың? Негізінде мен ажалсызбын. Бірақ денемді қалай біріктірдім, ит біліп пе? Бізге бірігу керек. Жаудың қолынан не келетінін білмейміз. Асқабақ киіп алған жігіт, сен кімсің? Бәрі жақсы, ол біздің жақтасымыз. Не айтады соны істеңдер. Акацки ештеңке түсінбейді. Басқа әлем, айдаладан пайда болып жатқан адамдар, бірақ сонда да олар Пейннің бұйрығына бағынады. Мен ештеңке түсіне алар емеспін. Бұл адамдар кім? Және бұл жерден қалай пайда болдық? Ойланып қарасақ, Мадара да өткен шақтан бізге осылай келді. Иә, бірақ қазір бір нәрсе дұрыс емес. Біздің чакрамыз қалпына келуді доғарды. Дәл солай. Бізде мәселе туындады. Курора Нэнді қолданып шайқасқа дайындалды. Мадара және қалғандары бұл сұмдық күшті сезді, және кішкене болсын тексіреп қалды. Мадара қай жақтан шабуыл жасайтынын білмей, ол Сусаны қабыршақтарын қолданды. Неткен сұмдық ауыра. Акацки бұл қысымды түсінбей таңырқап қалды. Және де олардың денелеріндегі чакра болмаса, бұндай қысымды көтере алмас еді. Хидан алдыға шығып, былай айтады. Ей ешек, қысымыңды төмендетші, әйтпесе ызамды келтіреді. Осылайша Хидан Куророға айтады, бірақ та Фейтан оған ашуланып, оның басын шауып түсіреді. Ал ендеше көрейік, ажалсыздығын қай уақытқа дейін жалғасады. Мадара және қалғандары болып жатқанды бақылап тұр. Олар Фейтан мен өздерінің арасындағы күшті салыстырмақшы. Өте жылдам, бірақ та мен ілесе аламын. Алдыңғы шайқасқа қарасам, кейбір акацкиліктерді ілесе алады. Итачи бәрін бақылауда, және де олар не қолданып жатыр, соны зерттеуде. Нақты айтсақ, бұл чакра емес. Бұл әлемде басқа күш қолданылатын сияқты. Тезірек не екенін білу керек. Хиданның шабылып қалған басы сөйлеп жатыр. Ей шешеңді сенің, бұл ауырады ғой! Хиданның басы денесінен бөлек болса да, оның сөйлегеніне Рёдан қатты таңғалды. Какузу, маған тезірек көмектес! Кет наху. Қалай сонда кет наху? Сауап бопты. Хей, Какузу, мыналарды айырайын, көмектесші. Жарайды, бірақ енді көп сөйлей бермей көтіңді қыс. Рахмет саған, Какузу. Өрмекшілер бұған шеттен қарап тұр, және не болып жатқанын түсінбеді. Мына жігіттер неткен сұмдақ. Мені қатты қоздырып жатыр. Какузу өзінің жіптерінің арқасында Хиданның басын тігіп берді. Мачи байқады, Какузудың әдістері оған ұқсайтындығын. Хиданның қайттан аяққа тұрғаны Фейтанға ұнамады, және де ол қайтадан басын шауып тастайын деп ойлады.
Итачи Фейтаның көтін айырып жіберді. Өрмекшілер бұған қатты таңғалды. Ешқандай Нэнсіз бұндай соққы жасау. Әсіресе Хисока қатты қуанды. Ол Итачидің талантын байқады. Және де ол әр көзқараспен бәрін зерттеп тұрғанын түсінді. Хисоканың эмоциясын жеткізу мүмкін емес. Оның көзі аларып, аузынан көбі қағып қатты қозып кетті. Және де бір нәрсе ойлағаны анық. Үндемей жай ғана Итачиға қарап тұрды. Какузухиданың басын тігуді аяқтады, ал Рёданың адамдары стойкаға тұрып бастады. Акацки және Мадара оларды байқады, және де Пейн өзінің 5 денесін шақырды. Тағы да ренингандары бар 5 ниндзя, жасырын жаңбыр ауылынан. Өте қызық екен. Ой, оның денелері басқа әлемде ғой, оны қалай шақырды деп жазатындарға айтайын. Ол денелер Нагатаның қасында болды, сондықтан шақырды. Өрмекшілер мен Акацки өздерінің шайқасқа стойкілерін ұстады. Дайдара аспанға ұшып, өзінің бомбаларын лақтыра бастады. Короро Дидараның көмекші екенін түсінді. Ол мен араға шықтықты алыстатса өте қауіпті екенін түсінді. Франклин, мені жаба тұр. Жарайды, сэр. Франклин саусақтарынан жалынды оттарды атты, ал Акацки олардан қорғанды. Кейбіреулер қашса, Пейн өзінің Шинра Тенсеймен қорғанып қалды. Мүмкіндікті пайдаланып, Короро Дайдараның көзін жоймақшы болды. Бірінші осының көтін айыру керек, әйтпесе жарылыстары қауіп төндіреді. Коророның жылдамдығы бұны істеуге өте жақсы мүмкіндік берді. Бірақ та, Мадараның көзі Корородан түсер емес, оны ол да байқады. Короро Мадара оны зерттеп жатқан түсінді. Ол пышағымен Дайдараға қарай шабуыл жасады. Дайдара ғажайыппен қорғанып қалса да, пышақтың ұшы тиіп, ол уланып, қимылдай алмай қалды. Шабуылынан кейін Короро астыға қарай құлады. Бірақ та Шинра Тенсейдің уақыты аяқталды, және де ол Коророны өзіне тартты, оны өлтіру үшін. Кибер Пейн өзінің пышағын Коророға қаратып тұрды. Бірақ та Пакуно да Кибер Пейннің басын атып бастайды. Одан кейін Яхико Пейнға атады. Нагато өзінің денелерін шетке қарай алады. Солайша Короро тірі қалды. Олардың шабуылдары өте алыстан екен. Бірақ та біздікі жылдам және нақты. Тағы бір артықшылығымыз, олар біздің шабуылды көрмейді. Мадара Рёданды бақылап тұрып, бір шешім қабылдады. Олардың шабуылдары. Тек Шаринган және Ренинганмен олардың күштерін көруге болады. Олардың көрінбейтін шабуылдарынан жан-жақты қорғану керек. Шабуылды да, қорғанысты да қамтамасыз ететін бір нәрсе бар. Сасори Дайдараның жарақатына қарап бәрін түсінді. Ол басқаларға пышақтың уланған екенін айтты. Хисока шабуылға шықты. Ол Итачиға қарай секіріп, оның құлағына бір нәрсе сыбырлады. Ал Итачи оны менсінбей теуіп ұшырып жіберді. Бірақ Хисока оның бетіне сақ жабыстырып үлгеріп, оны өзіне тартып алады. Осылайша Итачи мен Хисока басқалардан бөлек кетіп, бірге бір қалады. Кисаме оның артынан барғысы келді, бірақ Мадара оны тоқтатты. Көтіңді қыз. Менің тұқымыма көмектің қажеті жоқ. Мадара бұны жайдан жай айтқан жоқ. Ол Хисоканың жыбырлаған еріндерін байқап қойды. Короро да бұны байқайтын еді, бірақ ол артқа қарап тұрды. Өрмекшілер де олардың шайқастарына кедергі еткісі келген жоқ. Тиіспеңдер. Жаңадан келген Хисока өз күшін көрсетсін. Ал біз қалғандарының көтін айырамыз. Нақтысын айтқанда, жалғыз өзім айырамын, сендер қарап тұрыңдар. Воген шабуылға шығады. Неткен шыдамсыз жігіт еді. Воген мен Кисами қақтығысты. Олар бір-біріне жақсы қарсылас болуда. Нені жоқ адам үшін. Бұл өте жақсы. Бірақ та. Воген Нен арқылы өзінің күшін көбейтіп, Кисаменің қорғанысын бұзады. Мана ненің жақсы екен. Кисами де қарап тұрмай, Самихададан чакрасын алып, өзінің физикалық күшін көбейтеді. Вогенге қарсы тұра алатындай жақсы чакра жинап алды. Тосынсый ешак бас. Қолыңнан не келеді, көрсет кәне маған балақ. Не еткен дөрек едің, сұрап тұр екенсің, көрсетейін. Кисами үлкен толқын жасап, оны Вогенге қарай жібереді. Воген қорғанды, бірақ ол алдындағы Кисамені байқамай қалды. Кисами мүмкіндікті пайдаланып, судың астына кіріп кетті, және де Вогеннің артынан пайда болды. Неткен тапқырлық. Кисами шеттен шабуыл жасады, бірақ Неннің арқасында ол қатты зақымданбады. Мана Нен, оған қоса оларды қорғайды ма? Мадара тұрып іші пысып кетіп, Вогенге шабуыл жасамақшы болады. Бірақ оның алдынан Короро пайда болды. Сенің қарсыласың мына мен. Бос, керек емес еді. Оның соққылары бәрібір мені зақымдай алмайды. Зақымдай алмаймын? Мадара Сусаносымен, Короро мен Вогенді бірге ұрады. Екеуі наклика болып қабырғаға жабысады. Көкеңмен ойнапсың, әкеңнің аузы. Сенде бәрі дұрыс па, Воген? Басеке, ойлаңызшы, ол менің қолымды сындыра алды. Бұны естіп, өрмекшілер қатты таңғалды, және Мадара олардың эмоциясын байқап қойды. Мұна басекелері, соққы кезінде телепорт жасап, зақымнан қашып үлгерді. Мұналардың таңғалғандарына қарасақ, екіншісі, ең арасындағы денесі мықты адам сияқты. Сондықтан ол соққыдан қашуға тырыспады да. Рёдан мен Акацки бір-бірмен шайқаса кетті, ал біз Итачи мен Хисокаға өтеміз. Таңғаларлығы олар шайқасқан жоқ, сөйлесті. Бұл қойылымды не үшін қойдың? Егер сенің бар талантыңды ашпасам, мен өзімді кешіре алмаймын. Мен саған не үшін сенуім керек?
Осы сәтте Хисока өзінің Рёданға не үшін кіргені туралы айтып береді. Ол шайқастардан ләззат алады және тек қана сол үшін өмір сүреді. Сондықтан ол Итачидің қолынан келгенше мықты болғанын қалайды. Бірақ та олардың уақыттары тым қысқа, Хисока оған тезірек қимылдау керектігін айтады, әйтпесе ештеңкеге үлгермейді. Итачи қатты күдіктенді, бірақ сонда да ол Хисокадан жаушылықты байқаған жоқ. Және басқа әлемнің күшін зерттеу бұл жеңіске апаратынын түсінді. Сондықтан Итачи Хисокаға келісіп, екеуі жаттығуды бастап кетеді. Бірақ уақыт өте аз болды, тіпті ол Исёканы да үйреніп үлгермейтін еді. Осы сәтте Итачидің миына ой келеді, ол керек уақытты созылады, бірақ та ол үшін Хисоканың денесіне чакра керек. Итачи Хисокаға чакра пайда болғызу туралы айтады, бірақ Хисока ол не үшін екенін түсінбеді. Бірақ Хисока Итачи сияқты адам құр уақыт жоғалтпайтынын түсінді, және де ол не айтса да соны істейтін болды. Солайша олар өздерінің жаттығуларын бастап кетті. Бұл әлемде чакра болмағандықтан Итачи оған өзінің кішігірім чакрасын береді. Ал Хисока денесіндегі нэнің арқасында чакраны бүкіл денесіне тарата білді. Солайша Хисоканың денесінен чакра байқаған Итачи бірден Цукиомиді қолданады. Және Цукиомидің арқасында одаларда барынша уақыт созалады, яғни жаттығуға көптеген уақыттары бар. Және де бұны үйретіп жатқан Хисока екенін түсіну керек. Хисока Гон мен Киллуаға қарағанда нэнді тезірек басқаруды үйренген. Хисока өте қатты бас істейтін гений. Генийді үйретіп жатыр. Оларды уақытта жеткілікті және екеуі де ақылды. Біз қалғандарына оралайық. Мадара мен Куроро шайқасып жатыр. Мадара өзінің толық Сусаносымен оның көтін айырып жіберуге болатын еді, бірақ та ол оны қолданған жоқ. Себебі жаудың қолында тұз бар деп ойлады. Яғни ол толық Сусаноны қолданатын болса, чакрасы қалпына келмей, ол бұрынғы қалыпта шайқаса алмай қалатын еді. Толық Сусано өте үлкен чакра мөлшерін алады, және де оны қалыпқа келтіру мүмкін емес. Бұл үлкен мәселе тудыратын еді. Куроро өзінің ұрланған әдістерінің бірін қолданады, және соның арқасында үлкен жарылыс пайда болады. Мадара қорғану үшін екінші дәрежелі Сусаноны қолданады. Солайша үлкен шаң көтеріліп кетті. Мадара Шаринганы арқылы Куророны бақылауға тырысты, бірақ ода чакра болмағандықтан оның қолынан келмеді. Куроро өзінің энергиясын бөлу арқылы жан-жағында не болып жатыр соның бәрін бақылай алады. Куроро оған шабуыл жасауға тырысты, бірақ Сусано оны қорғап қалды. Сусаноны ұрлау үшін Куроро өзінің жамылғышын қолданды. Нені жамылса соны ұрлап алады. Куроро Сусаноны қолданып жақын шайқасқа шықты, және де бұл Мадараның үлкен қателігі. Себебі ай мен күн әдісін қолдану үшін 2 рет тигізу ғана жеткілікті. Ал бұл әдіс қарсыласты жарып жібереді, және де бұл орындалды. Жарылыстың үлкен болған соншалықты Сусаноны ішінен жарып жіберді. Куроро өзі өліп қалмас үшін артқа қарай шегініп барып Мадараны жарды. Әрине Куроро да зақымданды, бірақ өлетіндей емес. Өрмекшілер өз бастығынан осындайды күткен болатын, олар қатты таңғалмады. Ал Акацки бұны көріп тышып қойды. Куроро уф деп енді орнынан тұрып бастағанда Учиха күшін бағаламай қойма. Рёдан және Акацки тобының бәрі қатты таңғалды. Әрине Обитодан басқалары, себебі Обито Изанагидің не екенін білетін еді. Мадара қылышын тартып шығарды, ал Куроро жерге жабысты. Рёданның бәрі Мадараға шабуыл жасай бастады, және де олар түсінді, егер артпен бұрылса, оларды өлім күтеді. Уайымдамаңдар, бастықтарың тірі. Оның өмірге маңызды жерлерін зақымдаған жоқпын. Өрмекшілер таңғалды және де соғысты тоқтатты. Акацки де. Малсың ба сен? Оны не үшін өлтірмедің? Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Бұл жерде бәрімізге қауіп төндіретін біреу бар. Мадара жерде жатқан Куророға қарап былай айтады. Мен сезіп тұрмын. Ол жаудың генжитсуында сияқты. Акацки және өрмекшілер түсінбей қалды. Сол уақытта оларды бақылап тұрған адам былай айтады. Жарайсың, менің Кёго Сугетсумды байқайтын адамдар өте аз. Сен не деп оттап тұрсың? Бастығымыздың бізден жасырғаны жоқ. Біз шындықты тек одан ғана біле аламыз. Мадара Мачиға оны емдеуге рұқсатын берді. Оны емдеп жатқан кезде Итачи мен Хисока оларға келіп қосылды. Фейтан оларға жағдайды түсіндірді. Куроро оянып, Мадара оған былай айтты. Саған көзімнің күшін қолдандым. Сенің миың саған түсіндіреді. Куроро өзінің гипнозға түскенін түсінді, және де оның болжаған болашақтарының бәрі өтірік болып шықты. Ол бәрі басталған сәтте есіне түсірді. Дәлірек айтсақ, ақ киінген адамды. Менің жоспарым бойынша, қазір менің мақсатым пайда болуы керек. Мадара және қалғандары бұл ойынды кім ұйымдастырғанын білгісі келіп отыр. Осы сәтте Айзеке Нетероның сұмдық аурасы пайда болды. Бұл неткен құбыжық. Бұндай сұмдықты мен тіпті Хаширамадан сезбегенмін. Аспанға қарап, олар денесін қатайтып алған шалды көреді. Және ол бұтынан шортик үстіне майк киіп алған. Егер ол соншалықты қорқынышты болмаса, ол күлкілішті болатын еді. Маған түсіндіріп беріңдер, балақайлар. Бұл жерде не болып жатыр? Осылайша бұл сюжеттің бірінші бөлімі аяқталады. Егер де сіздерге видеоролик ұнаған болса, лайк басыңыздар және келесі деп жазып кетіңіздер.